Математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген есеп. Әсемнің сағаты әрбір 1 сағатта 4 секундқа қалып қалады. Әсемнің сағаты бір тәулікте қанша уақытқа қалып қалатынын анықтаңыз дейді. Енді Әсемнің сағаты әрбір сағатта дейді. Бірінші сағатта 4 секундқа қалып қояды. Екінші сағатта тағы да 4 секунд қосылса 8 секундқа қалып қояды. Сол сияқты үшінші сағатта да 4-4-ке қалып отырса, мына бізде арифметикалық прогрессияны береді деген сөз. D-ның мәнін табу үшін 8-ден 4 алып тастаймын. 4-ке тең. Бізде енді бір тәулікте дейді. Бір тәулікте бізде 24 сағат бар. Сондықтан 24-ші сағатта арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы бойынша A1 қосылған 23D формуласын қолданамыз. Сонда A 24-ші сағатта A1-дің орнына 4 қоям, плюс 23, D-ның орнына мына 4-ті қоям. Мына бізде 92, 92-ке 4 қоссам енді 96 секунд. 96 секундты минутқа айналдыру үшін бұның ішінде 60 бар. 61 рет бар, сондықтан ол 1 минут 60 дегеніміз 1 минут. Мынада 60 алып тастасам 36 секунд. Сонда жауап 1 минут 36 секунд. Бір тәулікте 1 минут 36 секундқа қалып қояды екен жауап. Е жауабы болады екен.